Қарағандыда тапсырыспен жиһаз жасатамын деп алданып қалған тұрғындар саны артып келеді. Ақшасынан айырылған тағы бір топ қазір қаражаттарын қайтаруға тырысып, бұл мәселеге назар аударуды талап етуде. Алаяқтардың құрбаны болмас үшін не істеу керек? Заңгерлердің кеңесі мен зардап шеккендердің пікірін тілшілеріміз тыңдап қайтты. Кухонного гарнитура у меня до сих пор. Әлі күнге дейін ас үй жиһазым жоқ. Осы күнге дейін ақшамды қашан қайтарады деп күтіп жүрмін. Талай рет жолықтым, тіпті Терешкова көшесінде қасымнан өтіп бара жатып, мені мүлдем танымайтын адамдай өтіп кетті. Ақшамды қашан қайтарасыңдар десем, үнсіз қалды. Зейнеткер Ғалия Құсанова биыл ақпанда ас үйін жаңартамын деп бел буған еді. Қолайлы баға, оның үстіне граниттен жасалған ыдыс жуу орны сыйлыққа беріледі деген жарнама көзге түскен. Артынша үйіне ас үйдің сызбасын алуға, келісімшарт жасауға, әрі алдын ала төлемнің 70% алу үшін менеджер келді. Бар дүниесін ойланбастан санап берген Ғалия ескі жиһазын да шығарып үлгерген, бірақ жаңасы әлі келмеді. Сол сәттен бастап полицияға арыз жазу мен ұйқысыз түндері басталды. Кейін белгілі болғандай, мұндай шырғалаңға тап болған жалғыз Ғалия ғана емес, ондаған адам бар екен. Соның бірі Медеу Мәденов. Жұбайымен бірге ол да ас үй жиһазынсыз қалып, $500 000 теңгеден айырылған екен. Сын нашел через интернет. Кейін ұлым бұл фирманың әлеуметтік парақшасын тауып алды. Қарасам, пікірлері өте жаман екен. Біз өкінішке қарай алдын ала қарап оқып алмаппыз. Тіпті полицияға барған кезде аға тергеуші тағы да басқа жәбірленуші тобы бар екенін айтты. Мен олармен маусым айында келістім, ал менен бұрын ақпанда, наурызда, сәуірде де келісіп, артынша бармақ тістеп үлгергендері бар екен. Кейін қыркүйекте де басқа адамдардан арыздар түсіп жатты. Ең қызығы, олар әлі күнге дейін жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бар мақсаты халықты алдау сияқты. Ақшаны жинайды да ешкімге қайтармайды. Сан соғып қалғанын түсініп, полицияға шағымдана бастағандардың өзі 30 шақты адам. Бірақ ақшаны қайтарып аламыз деген үміт күннен күнге сейіліп барады. Говорят, или коллективно, или обращайтесь частно. Біресе ұжымдық арыз жазыңдар дейді, біресе жеке шағымданасыңдар деп қайтарып жібереді. Тергеушілер де бірінен екіншісіне лақтырады. Сөйтіп іс созылып барады, шегі көрінбейді. Біз адал азаматтарымыз, бірақ қалада емін-еркін жүрген алаяқтарға заңның күші жетпей тұрғаны өкінішті. Қиындығы да сол. Істің қасақана жасалғанын құқықтық тұрғыда дәлелдеу қиын. Оның үстіне қалада мұндай компаниялар аз емес. Әуелі тапсырысты орындаған сыңай танытып, жұрттың сеніміне кіреді. Артынша із-түссіз ғайып болады. Наурыз айында қар еріп шатырдан су аға бастады. Соның салдарынан төбе құлап түсті. Өкінішке қарай қазір нақты қай уақытта ақшаны қайтара алатынымызды айта алмаймыз. Дегенмен де әрбір тұтынушының берген қаражатын қайтаруға міндетті екенімізді білеміз. Сондай-ақ күтіп қалған тұтынушыларға да өтемақы төленеді. Нәтижеде белгілі, сот шешімі шыққанымен қаражатты өндіріп алу ісі ұзарып, қашан орындалары беймәлім болып қалады. Заңгердің айтуынша, Қазақстанда сот шешімін орындамаған үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған бап бар болғанымен, іс жүзінде ол жұмыс істемейді, ал тәркілеуге тиіс мүлікте табылмай қалады. Договор не является вашей гарантией безопасности. Қолыңызда тек келісімшарттың болуы бізге ешқандай кепілдік бермейді. Сондықтан орындаушымен мейлі ол ас үй жиһазын құрастыратын фирма болсын, не жөндеу жүргізетін бригада болсын, келісім жасамас бұрын міндетті түрде оның мәліметін тексерген жөн. Ол үшін ең алдымен орындаушының аты жөнін, тұрғылықты мекен жайын немесе ЖСН, БСН нөмірін біліп алыңыз. Осы деректер арқылы ашық базаларға кіріп, сот кабинеті секілді ресми сайттардан тексеруге болады. Яғни ол адамға қатысты атқарушылық іс жүргізу бар ма, елден шығуына тыйым салынған ба, әлде аудандық соттарда қаралып жатқан азаматтық істері бар ма, бәрін білуге мүмкіндік бар. Келісімшарт жасамақ болсаңыз, ең әуелі компанияның сенімділігін тексеріп, жұрттың пікіріне көз жүгірткен жөн. Бастысы алдын ала төлем жасауға асықпаңыз. Нас как бы обманывают, но закон... Бізді алдап кетті, ал құқығымызды қорғайтын заң жоқ. Өз ақшамызды қайтарып әділдік орнағанын қалаймыз. Қомақты қаржымызды беріп қойдық. Ал олар болса қыдырып тыныш жүр. Ал біз болсақ зардап шегіп отырмыз. Диана Саятқызы, Ирина Вабишевич, Ирина Ненашева, Данил Заславский, 5-ші арна.